Ертең аренданы төлейтін соңғы күн екен. Күні кеше төлеген сияқты едік. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Ауылдағылардан хабар бар ма? Ешқандай хабар жоқ. Түсімде әділді көрдім. Не істеп жүр екен? Жолап жүр ма, қиналып жүр ма, түсінбедім, шынымды айтайын. Со баланы мен өткенде айтқанмын. Қасымызға алдырайық деп. Мен де соны ойлап отырмын. Алдырсам ба деп. Алдыру керек. Менің қасымда болар. Маған көмектесер мына жерде. Жарайды, кешкісін телефон соғармын ауылға. Жақсы. Ауылдағылар аман ба, балам? Иә, аман апа. Сіздерге сәлем айтып жатыр. Сәлемат болсын. Өздеріңізде не хабар? Әкем қайда? Әкең жұмыста. Не хабар болсын? Ешқандай хабар жоқ. Сол таңның атысы, күннің батысы асханада. Сенің келгенің жақсы болды. Айтпақшы, боксың қалай? Боксым жақсы. Кеше әкем қоңырау шалып шақырған соң өзімнің бапкеріме барып түсіндірдім мән жайды. Жақсы болған екен, иә. Дұрыс жасадың, балам. Осы жерге келіп кішкене бой жазып, осы жерге сіңісіп, әкең бір бапкер тауып берер, жақсы. Айтпақшы, жақында осы бір Марат деген бір жақсы бапкер бар деп айтып жатыр еді. Мүмкін сол Мараттың қолында шұғылданарсың, кім біліп жатыр. Ал енді ол уақыт еншісінде, апа. Мүмкін, барлығы мүмкін. Бұйырса, иә. Жүр кеттік, автобусымыз келді. Мәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәләм. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум, аға. Кеше мен сізге хабарласып едім, баламды көрсетейін деп. Алдында жарыста көрген. Егер мүмкін болса, баламды бір сынап көрсеңіз. Әңгіме жоқ. Бүгін мен жиналысқа кетіп бара жатырмын. Жарайды. Қай уақытта кел десеңіз, сол уақытта келеміз ғой. Ертең сағат 15:00-де. Телефон бар, хабарласыңыз. Жақсы. Рахмет үлкен.
Бәлем бердің апа. Марат ағайға келдім. Ағай, кешеге сіз айтқан бала келіп тұр. Жақсы, разделка бар, киімін ауыстырсын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Атың кім еді? Әділ. Көрейік қолымнан не келетінін. Жақында кіру шыға. Жақсы. Ербол, шығар реңкке. Ағай, мен бокстың қыр-сырын қатты білмеймін. Сенен біреу сұрады ма, білесің ба, білмейсің ба? Баста! Саған 30 күн уақыт берем. Нәтиже болмаса, қайдан келдің сонда кетесің. Жақсы ағай, түсіндім. Ертеңнен бастап дайындық баста. Алло, әке. Иә, тыңдап тұрмын. Мен Марат ағай қабылдады. Жақсы болған екен. Иә. Енді басыңмен жұмыс жасап нәтиже көрсет ағайыңа. Не айтасыз жаңа бала жайлы? Ештеңе айта алмаймын. Бір ай уақыт бердім. Нәтиже болса қалдырам, болмаса келген жеріне қайқаяды. Кім жіберді ол баланы? Жеңіс Жарылғаптың қолында шұғылданып жүрген бала ғой. Алдында әуесқой боксты көріп қалдым. Содан өзіме шақырып, сынап қарайын деп шақырдым. Сол қолмен жұмыс жасамайды, тек оң қолмен. Ол уже проблема бізге. Мен де байқадым оны. Қолына былғары қолғап киген бәрі мен үшін боксшы емес. Маған мықтының мықтысы керек.
Апа, Марат ағай жаттықтырушым болғанына қатты қуанам. Иә, дұрыс болған екен. Марат ағай өзінің қол астына алып. Иә, бірақ өте қатал адам. Несі бар? Тәртіп бар жерде жетістік бар. Үйрен, ештеңе етпес. Үйренем. Апа, келесі аптадан бастап менде жаттығулар басталады. Мен сізге көмектесуге уақытым болмайды. Ештеңе етпес. Жаттығуларыңнан қалма, боксыңды қалдырма. Әкең екеуміз бір нәрсе қылармыз. Қалай жағдай, дос? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір, жақсы. Танысып қояйық. Есімім Мұрат. Әділ. Танысқаныма қуаныштымын. Кеше жігіттер айтқан, біздің ағай командаға бір жігітті алып деп. Әлі алған жоқ. Бір ай уақыт бер. Бір айдың ішінде нәтиже көрсетсең, алып қалам деді. Жақсы ғой. Бірақ ағай алса, еш өкінбейсің. Себебі Марат ағай деген мықтының мықтысы ғой. Иә, білем. Әділ, есіңде болсын, мына зал деген легендарный зал. Бұл залдан ең мықты боксерлар шыққан. Бала кезімнен армандағанмын, осы залда шұғылдансам ғой деп. Иә, дұрыс айтасың, білем. Әділ, есіңде болсын, біздің ағай қатты кісі. Ең бірінші жауапкершілік, шыдамдылық, одан кейін барып бокс. Ол болмаса бір секундқа да қалдырмайды ағай. Айтқан ақылым деп қабылда. Иә, дұрыс айтасың. Иә, ағай, тыңдап тұрмын. Бүгіннен бастап мына Абайдың қара сөздерін сол қолмен көшіретін боласың. Түсіндің бе? Сосын сол қол жұмыс жасады, допты алып сол қолға жұмыс жаса. Түсіндің бе? Түсіндім. Салпақта жүре берме, жаса. Ей, досым, не істеп отырсың? Ағай, Абайдың қара сөздерін.
адаптерге көшіріп кел деді. Қайсы көрейінші? Ей, мынау менің садиктегі жазуым сияқты ғой. Қайтып енді амал жоқ. Мәке, мына баладан дұрыс бокс шығады деп айта алмаймын. Мен айта аламын. Көзінде жанып тұрған от көріп тұрған жоқпын. Көресің, осыдан чемпион шығарам мен. Спорласасың ба? Жарай, спорласайық. Отыз күн уақытында таяп қалыпты ғой. Ертең маған шешуші күн. Ағай ала ма, алмай ма, уайымдап тұрмын қатты. Уайымдама досым, алады ғой. Әмин, әмин, айтқаның келсін. Ай, шақырдыңыз ба? Иә. Әділ келді ма? Келді. Шақырма. Жарайды. Әділ, сен ағай шақырып отыр. Бар тез. 30 күн өтті. Қалай ойлайсыз, қалдырам екен, уайымдап отырмын. Білмедім. Бар тез. Айға естімес бұрын. Ассалаумағалейкум ағай. Уағалейкумассалам. Кіріп отыр. Мені шақыртқан екенсіз. Иә. Бір ай бойы бақыладым. Арасында өзім үйреттім. Сол қолмен жұмыс жасамайсың. Ай ұқсап қолпаңдап жүруді қою керек. Салмақ түсіру керек. Мен сені қалдырам. Бірақ жаттап ал. Маған төзімділік, тәртіп, жауапкершілік керек. Түсіндің бе? Түсіндім ағай. Болды, жүре бер. Жақсы. Не болды? Не айтты ағай? Өкінішке орай алмады мен. Қойшы, шын ба не? Иә, ештеңе етпес, басқа бапкерге барармын. Болмаса, ауылда өз ағайыма барамын. Өкінішті. Бір ай жаттығу жасап, бауыр басқа едім саған. Жарайды енді, бұйыртқаны болады. Бай, не болды? Ойнап айтам, алды мен ағай. Айттым ғой саған, Марат ағай жақсы адамдарды қалдырмайды. Құтты болсын. Әумин. Чемпион бол. Әумин, әумин. Ағай маған 10 күн уақыт берді. Сол қолмен теннис ойнап үйренуім керек. Ой, еш қиындығы жоқ, үйреніп аласың. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум
Қазір мен саған видеоға түсіріп жіберейін қазір. Жақсы. Алло, Айта бер. кешегі айтқан жігіт осы, жаңадан келген. Түсінікті. Өте шапшаң жігіт. Жақсы. Қазір видеоны қара, мен саған жібердім видеоны. Қалай екен? Жаман емес. Ұнады ма? О жігітті көндіріп алып келсең, өз пайызыңды аласың. Жақсы, онда мен өзімен сөйлесіп көрейін, саған хабарын айтам. Жақсы, күтем. Давай. Қалай, тренировка ұнады ма? Иә, жақсы өтті. Айтпақшы досым, менде жақсы жаңалық бар. Иә, айта бер. Астанадан бір күшті менеджер келейін деп жатыр, Ақтауға ертең. Бұйырса сонымен кездесуім керек. Жай ма? Өмір бақи өстіп, бір еңбек ақысына қарап отырғым келмейді. Егер мүмкіндік туып жатса, профқа өткім келеді. Абайла, ағай біліп қоймас. Ағай білсе ұрсады ғой. Мен қазір кетейін деп жатқан ештеңем жоқ қой. Әзірше тек әңгіме дүкен құрып дегенде ғой менеджермен. Өзің қара енді. Ертең уақытың болса бірге бармадық па? Қой, мен бірінші тренировкамды қатырып алайын. Одан соң үлкен жарыс додаларға шығуым керек. Иә, түсінем. Просто қасымда тұрсаң болды. Мен ғой сөйлесетін, сен емес. Ойындамаш? Иә, бірақ қасыңда тұруға барсам болады. Бірақ қасыңда тұрсам болды. Ағайдан да қорқам. Саспаш, бәрі нормально. Ассалаумағалейкум. Кіруге бола ма? Иә, кіре бер. Ассалаумағалейкум. 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 Не хабар? Қой, аманшылық, өздеріңде қалай? Танысып қойық бауырым. Есім Мұрат болады. Танысып қойың. Мәке, Әділ. боксерсың ба? Иә. Молодец. Мен жалпы Астанадан келдім. Ақтаудағы мықты спортшыларды іздеп келдім. Дұрыс. Бізде мықты спортсмендер көп. Мысалға мына Әділдің өзі жарыстарда жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Жақсы ғой. Мықты болса, как раз маған керек. Проф бойға шығуға қалай қарайсың? Ақшасы жақсы болса проблема жоқ. Солай емес пе, Әділ? Ақшада проблема жоқ. Бойда мықты нәтиже көрсетсеңдер болды. Кемінде 300 мың аласыңдар. Үй, киім, тамақ өзім төлеймін. Қалай қарайсың, Әділ? Жоқ, маған қажет емес. Мен өз бапкеріме нәтиже көрсетуім керек. Жақсы, жарайды, түсіндім. Бүгін күн жақсы екен. Досым, сенесің бе? Интернетте әдемі қызбен таныстым. Кешке кафеге шақырдым. Ей, Тым жақсы құрбысымен келейін деп отыр. қойш. Иә, Ей, сен ей дей бермеші. Кешке менімен бірге бар. қуасың ба таңертең тренировка ғой. Ой, саса бермеш. Ауырып қалдық деп айтамыз ағайға. Ағай білсе айқайлайды ғой. Саспаш, білмейді ештеңені. Жылына бір рет кафеге баруға болады шығар. Жақсы, барам. Болды, сау болшы. Әділ, шынымды айтсам, мына қыз маған қатты ұнайды. Қай уақытта танысып үлгеріп жүрсің ол қызбен? Үндеме. Атак любой қыз сындырам ғой. Қашан келеді қыздар?
Саспа келет қазір. Маған сынып тұрған қыз келмейді дейсің бе? Қашан келет қыздар? Саспа келіп қалған шығар уже. Лақтырып кетпесін. Аузыңа құм. Осы сенің аузыңнан дұрыс сөз шыға алмай, Прикинька қыздармен отқан кезде Марат ай кіріп келсе де. Қой айта көрме. Сәлем жігіттер. О, қыздар. Сәлем. Қалайсыңдар Привет, қыздар? қалайсыңдар? Келің отырың. Кел төрлетіңіз. Ал қыздар жігіттер танысып қояйық. Есімім Мұрат, ал бұл менің досым Әділ. Әділ. Ал бұл менің құрбым. Айгүл. Танысқаныма қуаныштымын. Иә, менде. Қалай жақсы жеттіңдер ма? Иә, жақсы жеттік. Жігіттер, қай жақтікі боласыңдар? Өзендікімін. Мен Нүкіс қаласынан келдім. Қанша уақыт болды келгеніңе? 1-2 жылдай болып қалдық. Күшті. Әділ, сен де боксерсың ба? Иә. Қанша уақыт болды айналысып жүргеніңе? Бала кезімнен айналсам. Күшті. Мә, ойнайсыңдар Әділ деген. Любойын сындырады. Тойдыңдар ма қыздар? Иә, бәрі адамды болды. Рахмет. Онда биге шығайық. Боксерлар биле ала ма не? Ойнайсыңдар. Әділ көрсетші. Ал, кеттік көрейік онда. Ал айта берің ал, неге кешіктіңдер? Түрлеріңе қарасам түнімен қанған адамдар сияқтысыңдар ғой. Жоқ ағай, қанғаған жоқпыз. Түрлерің айтып тұр ғой, түнімен қанғандарыңды. Кафеге бардық ағай. Солай ма? Кафеге уақытында барған шығарсыңдар кешікпей. Ағай кешірерсіз. Енді қайталанбайды. Бара берің, келесіде қайталанбасын. Жақсы. Қуасың бе? Кафеге бардық деп неге айтасың? Өзім кіретін тесік таба алмай тұрсам, кафеге бардық дейді ғой. Ештеңе шындықты айттық зато. Ағай түсінді. Қу жүре ма деп ойладым. Чо там досым, настрой қалай? Настрой жақсы. Уайымдап тұрған сияқтысың ғой. Сәл-пәл уайымдап тұрмын. Қобалжы ма? Бәрі жақсы болады. Қарсы алсын Жаңа Өзен боксері. Жақсы боксер. Бірақ уайымдама, жеңіс біздікі. Рахмет. Мен айтқанымды түсіндің ғой. Түсіндім ағай. Қарсыласың мықты боксер. Өте мұқият бол. Иә. Бұл саған үлкен шанс, жібере алма. Түсіндім ағай, жақсы. Бүгін Маңғыстау облысы бойынша ересектер арасында бокстан облыс чемпионаты өтіп жатыр. Облысымыздың барлық аудандарынан боксшыларымыз қатысуда.
Жаман емес. Бірақ мен үшін оласыз. Не хабар досым? Жақсы, өзің қалай? Аллаға шүкір жақсы. Қалайсың өзің? Нормально. Жарыстан шығып сол. Қазір күте тұр. Қазір әкем соғып жатыр. Ау әке. Қайдасың? Жарыстан шықтым, бірінші орын алдым. Тездетіп басқана жаққа бар. Ана шешеңе көмектес. Қазір барам, остановкаға келдім. Автобусқа отырып 20 минутта барам. Жақсы. Жақсы. Ей, не болып қалды Әділ? Аманшылық па? Кішкене басым айналып тұр. Бұрыннан басың айналатын беді? Жоқ, көп тамақ ішпегеннен болар. Шошып кеттің ғой. Жүр медпунктқа. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, бокстан Қазақстан құрама командасы Қытайда өтіп жатқан Азия чемпионатында додаға түсуде. Кәсіби сарапшылар, қазақстандық боксшылар біз күткендей нәтиже көрсетпей жатыр. Бұған спортшыларымыздың спортқа немқұрайлы қарауы немесе кәсіби бапкердің аздығы себеп болып отыр дейді. Айта кетсек, бокстан Қазақстан құрама командасында сынға түсіп жүрген маңғыстаулық боксшымыз Әділбек Ниязымбетов те бар. Өкінішке қарай жерлесіміз қырғызстандық қарсыласына төтеп бере алмады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Күндеріңіз берекелі болсын. Көп болды ма көзім көрмей жүргеніне?
1 жылдай болды ағай. Қай көзің көрмейтін? Оң көзім. Кейде бұрдырлап көрмей қалады. Алдында жарыста көп соққы жібергенім содан. Түсінікті. Кешіріңіз ағай, үмітіңізді ақтай алмадым. Алланың бұйырғаны. Уайымдама, көзіңді қаратам. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, әке. Ана Әділді Қазақстан құрамасына уақытша шығару керек болып тұр. Бәрін түсінем, бірақ мен қолымда емес қой. Әлі жас, талай жарыстарға қатысады. Кешірім сұраймын. Түсінікті, жақсы. Саламат сапай, кіруге рұқсат па? Иә, кір. Мен шақыртқан екенсіз. Ағайын қайда? Қазір келеді. Саламатсыз. Алдындағы тапсырған анализдердің нәтижесі келді. Айта бер. Бізде проблема. Әділдің оң көз көруі өте нашар. 80% нашар деп айтып жатыр. Қап, жетпеген осы еді. Мен дәрігерлермен сөйлестім. Бұл балаға бокспен әзірше шұғылдануға болмайды дейді. Немесе уақытша тоқтатып, емделу керек деп отыр. Мен басқа врачқа тексертемін. Мүмкін қателесіп тұрған шығар. Иә, тексеріп қарау керек, не болса да. Алда үлкен жарыс. Сол жарысқа қалайда қатыстыруым керек. Ол жарыста олимпиадаға жолдама беріледі. А мен ол жарысты қалайда өткізіп алмауым керек. Иә, дұрыс айтасыз. Көзінің көрмейтініне 100% көзіме жетпегенше ешкімге түс шығармау керек. Онсызда да аяғымыздан шалып жүргендер жетерлік. Оны жоғарыдағылар білсе, ұлттық құраманың есігі жабылады. Иә, түсіндім. Жарайды ендеше. Сіздер жүре берсеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Хабарда боламыз. Жарайды. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жүр. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Басқа врачқа көрсетемін. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім, көктемеден бір кезде тасқын еді. Жастық дәурен жалтақтап қарайлайсың, сен ойласам ұйқымда қашты мені. Жастық дәурен жалтақтап қарайлайсың. Ассалаумағалейкум, мәке. Қаңыз қалай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Мен гүлнардыдан келіп тұрмын, жағдайды естіген шығар. Мәке, естідім. Бұған дейін алынған анализ нәтижелерімен таныстым. Енді Мәке, тағы түсіріп көрейік. Негізі алдында мен естідім, ана врачтардың айтылған 80% көз көрмейді деген ол бос сөз. Мүмкін емес. Қараш баланың түріне. Сап-сау бала. Талай бокса сол балада. Сондықтан, Мәке, мен тағы тексеріп, ертең қыр-сырын анықтап біліп, сізге өзім хабарласам. Маған нақты жауап керек. Ота жасататын болса, мен қарсы емеспін. Бағы жанып тұрған баланы сағын сындырым білмейді. Бірақ әке-шешесін де ескертуім керек. Иә,
сіз тек уайымдамаңызшы. Талай науқасқа операция жасап жүрміз. Бәрі жақсы болады. Мәке, мына баланың көзін снимке тағы да бір түсірейік. Жүріңіздер. Ал балам, оң көзін жап та, мына әріптерді оқып шық маған. Б, А, Н, К, М, И, Н, Ш, М, К, Н, Ш, А, И, Б. Өте тамаша. Ал енді сол көзін жап. Б, А, Н, К, М. Көрмеймін екен, ә? Жақсы қазір. Жарайды, жақсы онда. Так. Мұнда отыр. Так, сен мына егіңді мұнда. Жақындап. Ал енді көзіңді жоғары көтер. Төмен. Оңға. Солға. Тағы да жоғары көтер. Солға. Тағы да жоғары көтер. Әділбек, сен еш уайымдама. Әлі талай олимпиадаға барып жарасын сен. Оған күмәнім жоқ. Тек уайымдама. Талай телевизорден де көреміз. Финалға да шығасың. Жарай ма? Кеттік. Марат аға, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кіруге рұқсат па? Рұқсат. Сәлеметсіз бе тағы да? Әділдің апасы едім ғой. Есімім Зейна болады. Марат, Танысқаныма қуаныштымын. тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Мен осында келгенімді Әділдің әкесі білмейтін еді. Жеңгем айтып еді ғой, Әділдің көзі ауырып жүр деп. Соған уайымдап, мән-жайдың барлығын, жағдайын білейінші деп осында келіп едім ғой. Оң көзі кішкене көріңкіремейді. Дәрігерлерге көрсеттім. Анализ тапсырдық. Бұйырса отасын жасатамыз. Ертең нәтижесін айтады. Ешқандай уайымдамаңыз. Негізі оған бокстасуға бола ма? Егер болмайтын болса, нүкісте ауылда сол жердегі дәрігерлерге көрсетейін деп едік қой. Болады, ешқандай уайымдамаңыз. Болады бокстесуге. Врачтармен ақылдастым, бәрі болады. Марат аға, рахмет сізге. Мән-жайды біліп кішкене жүрегім тынышталды. Ой, жаным, сол амансың ба? Қазір бір минут күте тұр, ағайыммен сөйлесіп жатырмын. Мен сіздерге айттым ғой араласпаңыздар деп. Неге түсінбейсіздер? Қалай араласпайсың? Шешкен осы ма сенің Әділ? Әкең үйде отыр, үнсіз қан жұтып. Анан отыр, әкеңнен аса алмай. Көзінің ауыр жүргенді айтпайсың ба? Көрмейтінін айтпайсың ба? Біз уайымдаймыз ғой. Мен сол мән-жайды білу үшін өзім келіп отырым. Марат ағай, кешірім сұраймын, дауыс көтергеніме. Оқас жоқ. Ештеңе етпес. Уайымдама, қарындас. Тағы да кешірім сұраймын сізден. Уақытыңызды алғаныма және рахмет сізге көп. Мән-жайды біліп кішкене жүрегім тынышталып қалды. Жақсы, сау болыңыз. Марат ағай, не ғой? Мен осында келгенімді Әділдің әкесі білмей қойсыншы, әйтпесе ағам маған қатты ұрсады. Жақсы. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім, көктемедің бір кезде тасқын еді, жаздық дәурен жалтақта. Ренжімеш енді. Сені уайымдаған соң енді өстіп кішкене даусымды көтеріп қойдым. Кешірші. Жоқ апа, ренжімеймін. Барлығы жақсы. Болды ғой. Қайсы көзіңді көрсетші. Осы керек па саған? Керек па осы? Мә, адамды уайымдатып тіпті. Уайымдамаңыздаршы. Ауылда не жаңалық? Ауылда бәрі жақсы. Ешқандай жаңалық жоқ. Біздерде сол баяғыдай. Сен ең бастысы уайымдама. Бұл да бір сынақ. Осы сынақтан ең бастысы аман-есен өтіп кетсең болды. Иә, дұрыс айтасыз.
Эу жаным сол, бауырым дейді. Жаным менің. Ақтөс кішігім қалай? Үлкен ит болған шығар. Ақтөсінес? Мен сені уайымдап отырсам, Ақтөсінес әділ, қатырасың сен. Сенің Ақтөсінде бәрі жақсы. Уайымдама. Ол да үлкен болды. Үлкен болды. Қабаған емес, ақылды ит кәдімгідей. Ей, не ғой сен? Қарын ашқан шығар? Бар, тамақ жейміз ба? Жақсы, жейік. Сөйтейік жүр онда. Еу жаным, сүп-сүйкімді Қойыңшы, өзің. үлкен болдың ғой. Мен үшін әлі кішкентайсың. Ассалаумағалейкум, әке. Уағалейкум ассалам. Барлық құжаттар дайын ба? Дайын. Айтқаның болады. Рахмет. Алла берді, осы жұма түс қайта Әділдің көзіне ота жасауға дайынбыз. Әділ өзі қалай, жақсы ма? Жақсы. Рахмет. Алла риза болсын. Сау болыңыз. Әңгіме бар. Айта бер. Кеше жігіттерді не естіп Ақтауға Астанадан бір бокс менеджер келіпті. Сол сіздің бір-екі балаңыз солармен кездесуге барған екен. Нақты ма? Нақты ағай. Шақыр. Айта берің. Шақырған екенсіз, ағай. Қайсың сауынасынан су жіберіп жүрген? Не, мен түк білмейді деп ойлайсыңдар ма? Ағай, жай ғана ол кісімен кездесуге бардық, шақырып қоймаған соң. Зыпылдауыңа қарағанда сенен келген бәле болып тұр ғой. 5 минут уақыт берем, заттарың жинада жоғал. Кешіріңізші, ағай. Жоғал дедім мен саған, басымды қатырмай. Жақсы. Ана сумандаған бәлені түсіндім. Саған не жоқ? Мен айтқан ақылым қайда кетті? Заттарың жинада, қараң жоғалт. Қайдан келдің сонда кет.
Мен саған айттым ғой, Мұрат, бармай-ақ қояқшы деп. Ең не болды ал? Ештеңе етпес, уайымдамашы. Қуса қуа берсін, басқа да бапкерлер жетеді. Маған басқа бапкер қажет емес. Бұл жағдайды әкем естісе білесің ме не болатын? Жоқ, күте тұрш. Сонда барып сөйлескенде бірдеңе бола ма? Мұрат, еңбек, үміт деген нәрсе бар. Саған, маған және басқа да жігіттерге үміт артып отыр ағай. Бұны басқа жігіттер білсе, бетімізге түкіреді. Әділ, маған бәрібір. Шыдамның да шегі бар. Өз таңдауымды жасадым мен. Жақсы, жолың болсын. Шұғылданады, мен үйіме өтуім керек, кеш болды уже. Қазір айтарым, жақсы ма? Әділ, келесіде тағы да қайталанатын болса, менен жақсылық күтпе. Түсіндім ағай. Ертең тренировкаға кешікпе. Алда үлкен жарыс. 81 килограммға бокс сезетін боласың. Ағай, менің салмағым жетпейді ғой. Менің салмағым 75. 81 килограммға дейін салмақ қосамыз. Бұл жарыс өте маңызды. Жазғы Олимпиада ойындарына жолдама беріледі. Сол үшін дұрыстап дайындалуымыз керек. Дайындаламыз, алдымызда жарыс келеді. Травма болмау керек. Салқын тиіп қалмасын, жылы киінбейді. Жаман нәрсе жеп қоймайды. Ответный ударлар.
Хабарым жалғастырамыз. Бүгін Әзербайжан Республикасы Баку шаһарында бокстан чемпионат басталды. Бұл жарыста жеңімпаз атанғандар жазда өтетін Олимпиада ойындарына жолдама алады. Еліміздің атынан Әділбек Ниязымбетов сынға түсуде. Жерлесімізге сәттілік тілейміз. Ал сәлден соң Баку шаһарындағы чемпионатты тікелей эфирден тамашалайтын боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті спорт сүйер көрермен. Біз Баку шаһарынан тікелей эфирімізді бастап жатырмыз. Көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Баку әсем қала. Ал мінекей, достар, біздің әзербайжандық әріптестеріміз біздің қазақстандық делегацияны көрсетіп жатыр. Және оның қасында Әділбек Ниязымбетовті назарына алып жатыр екен. Ал мына біздің Әділбектің қарсыласы әзербайжандық кәсіпқой боксшылардың бірі Эльшат Хайрутов. Ал мінекей, жекпе-жек сәті жақындап келеді. Екі боксшы да шаршы алаңға бет алды, достар. Залдағы атмосфера кернеулі, көрермендер демін ішіне тартқан. Бұл тек физикалық емес, психологиялық тұрғыда да үлкен сынақ. Алда бізді тарихи сәт күтіп тұр. Қымбатты жанкүйерлер, екпініңізді күшейтіңіздер. Бәрі жекпе-жекке дайын. Бастаймыз. Ал міне, төреші ортаға шығып, екі боксшыны шақырды. Соңғы нұсқаулар берілуде, ережелер түсіндірілді, көзқарастар тоғысты. Кетті. Ал мінекей достар, алғашқы секундтар Әділбек Эльшат та сақтықпен қимылдап, бір-бірлерін барлап жүр. Көргеніңіздей төреші жекпе-жекті тоқтатты, әзербайжандық боксшыға ескерту жасалды. Қарқын үдей түсті, Хайрутов алға ұмтылып, басымдылық алуға тырысуда, алайда Әділбек тамаша қорғанып, жеппен қарсы алды. Мінекей тамаша, Әділбек жерлесіміз жақсы екі соққысын берді. Құрметті көрермен, екі боксшы да өз бұрыштарына қайтты, өйткені бірінші раунд бітті. Алдағы раундта кім басымды қалады, көп ұзамай білетін боламыз. Төрешілер алқасы өз арасында қарқынды пікір талас болып жатыр, қай тарапқа басымдық беріледі екен. Мінекей достар, екінші раунд басталды. Хайрутов алға ұмтылып басымдық алуға тырысуда. Күтпеген жағдай. Хайрутов жойқын соққы жасады. Әділбек нокдаунға түсті. О, зерлеп тұрды. Жоқ, бұл Әділбек үшін бітті деген сөз емес. Екінші раунд мәресіне жетті. Қандай шиеленісті сәттер болды. Әділбек нокдаунға түскенімен қайта тұрып керемет ерік жігер көрсетті. Бапкерлер бұрыштарына тактиканы пысықтап соңғы нұсқауларын беріп жатыр. Қазір бәрі шешіледі. Үшінші шешуші раунд. Ал көрермендер, жекпе-жек жалғасты. Бұл соңғы мүмкіндік. Екі боксшы да барын салып жатыр. Әділбек шабуылды үдетті, алға ұмтылды. Хайрутов та қарап қалмай, қорғанысқа көңіл бөлуде. Міне жылдам комбинациялар, соңғы секундтар, шаршы алаңдағы керемет айқас. Кім жеңеді? Қазір бәрі белгілі болады. Асыл текті туған, алаш кегін туған, ерлерім ел үшін белін
ұшымен ақ найза ұшымен қорғаған бабамның. О, керемет сәт. Әділбек қарсы шабуылға шықты. Ол жақ, бәрі дұрыс. Тағы да дәл соқты. Қайруты қиыншылық кетті. Ол қиналып тұр. Міне, нокдаунға түсті. Төреші санауды бастады, бірақ бәрі түсінікті. Бұл нағыз чемпиондық ерік жігер. Нағыз айбынды жеңіс. Ал құрметті қазақ елі, қазақ боксшысы өзінің мықтылығын дәлелдеді. Сондықтан құрметті көрермендер, жеңіс құтты болсын.